Қазақтың бай ауыз әдебиетінің мол мұрасын сусындап өскен Ильяс Жансүгіров қазақ әдебиетінде жарқын із қалдырған тума талант иесі. Өзінің қысқаша өмірбаянында оған шейін көрген оқыған әдебиеттің бәрі Абай кітабы жоққа шығарғандай болды. Ойым ояна бастады деп Абай шығармашылығының қатты әсер еткені жайлы ойын бөліскен еді. Қазақтың ұлы ақынынан Бағдарнар алған Ильяс қаламынан құлагер сынды кең тынысты кемел дүниеге келеді. Бұл поэма ақынның ең соңғы шығармаларының бірі. Ақынның толасып кемеліне келген шағында үлкен шабытпен жазған дүниесі. Ильястың заманының әділетсіздігіне төзе алмай, соңында дерменсіз қалған. Ақан серінің сұрпылы өмір қызықтары түседі. Тұсымда сері болсын, пері болсын, ұнайды өмірмен ақан маған деп ақанға деген ілтипатын ашық айтады. Тәтті әндермен халықтың сүйіспеншілігіне бөленген ақан және оның жан серігі болған құлагер бейнесі поэмада шебер сөйлейді. Ильястың поэмада ақан өмірінің трагедиялық беттерін кеңінен ашады. Сонымен қоса автор сол замандағы адамдар арасындағы көреалмаушылық сынды жағымсыз қасиетті ел арасында әлеуметтік қоғам мәселелерінің сырын бүкпесіз ашады. Толғану атты алғашқы тарауда ақынның осы мәселеге деген жеке көзқарасы елді, жеріне деген ойларды жүрек төрінен тебіреніп баян. Құлагер поэмасының шоқты биік шығарма екенін дәлелдейтін тұсы атақты Сағынайдың асын өткізуге аса шебер бейнелеп, қазақ халқының ескі дәстүрін дәріптеуі. Осы асқа жиналған дейім жұрт ақан серінің құлагерін көріп, жүйегі жануардың қай жағында деп таңдасып білдіріп, алғашқыда бітіміне көңіл тоймайды. Кейін құлагердің бабы мен сынын күйренбай тап басып айтады. Сонымен қатар ақан осы астағы әртүрлі әлеуметті топты, қазақ халқының түрлі әдет-ғұрпын, ұлттық ойындарын тамаша бейнелейді. Халқына әсем әнін шырқап, олардың шексіз махаббатына бөленіп, ешбір арам ойсыз алаңсыз жүрген ақан сері адам сенгіс сұмдық жайтқа тап боларын қайдан білсін. Кекшіл батырыштың жан досына айналған құлагер жасаған қастандығы ақан үшін орын толмас қайғыға айналады. Зұлымдыққа толған тар заманға сыя алмай, ақан баш ауған жаққа кетіп қалады. Тағдардың тауқыметіне төзбеген өнер иесі өмірдің мәнін жоғалтқандай күй кешеді. Осы бір поэма әлі күнге дейін шешімін таппаған әлеуметтік қоғам мәселелерді көтеріп, оқырманды. Құлагер поэмасы қазақтың дарынды әншісі ақан сері өмірдің трагедиялық тұсын шынайы суреттеу арқылы сол кездегі заман шындығын, рухани дағдарысқа ұшыраған адамдарды бейнесін толық аша білген ауқымды туынды. Осындай шығарманың туындауына себепкер болған поэзия құлагері 10 қолынан өнер тамған шебер ақын Ильяс Жансүгіровтің халық ешқашан. Құлагер поэмасы қазақтың дарынды әншісі ақан сері өмірдің трагедиялық тұсын шынайы суреттеу арқылы сол кезеңдегі замана шындығын, рухани дағдарысқа ұшыраған адамдар бейнесін толық аша білген аумақты туынды. Осындай шығарманың туындауына себепкер болған поэзия құлагері 10 қолынан өнер тамған шебер ақын Ильяс Жансүгіровті халық ешқашан ұмытпақ емес.